Бір күні құмырсқа жаңбыр астында қалды. Қайда тығылуға болады? Қараса, алқапта кіп-кішкентай саңырау құлақ өсіп тұр екен. Жүгіріп барып, саңырау құлақтың әдемі қалпақшасының астына тығылды. Жауын сіркіреп жауып тұр. Бір кезде қанаттары суланып, әрең ұшып көбелек келеді. Құмырсқа, мен су болып қалдым, ұша алмаймын. Маған да саңырау құлақтың астына тығылуға рұқсат берші. Мен сені қалай кіргізе аламын? Мен өзімде әрең сыйып тұрмын. Ештеңе емес. Жүрегіміз үлкен болса, кішкентай жерде кең болып көрінеді. Кіргізіңдерші мені. Үстімнен су сорғалап тұр. Сені қайда кіргіземіз? Көрмейсің бе? Өзімізге де орын жетпей тұр. Сығылысып көрейікші. Менің қауырсындарым түгел су болды. Қанаттарым шаршады. Мен жаңбыр тоқтағанша саңырау құлақтың астында тұра аламын ба? Саған орын таба алмайтын шығармыз. Өтінемін, сәл жылжып көріңізші. Жарайды, кіріңіз. Құтқарыңдар, менің артымнан түлкі қуып келеді. Қай тесікке тығыламын, қай жерге жасырынамын, көмектесіңдер. Тағы қысылысып көрейікші. Қоянның түрі сондай аянышты кіре ғой. Рахмет сендерге. Қоян осында жасырынып жатыр ма? Ол қалай жасырынады? Біз өзіміз әрең сыйып тұрмыз ғой. Бұл жерге қалай сүйады ол? Біз әрең сыйып тұрмыз. Кетші мұнда, түлкі. Түлкі сары құйрығымен әрі-бері бұлаңдатып кетіп қалды. Жаңбыр осы кезде тоқтап, күннің көзі жарқырай ашылды. Саңырау құлақтың астындағылардың бәрі қуана-қуана алқапқа жүгіре шықты. Құмырсқа ойланып қалды. Бұл қалай болды? Алғашында саңырау құлақтың асты менің өзіме тар еді. Ал енді бесеумізге де орын табылып, кішкентай жерге сыйып кеттік. Бақ, деп бақылдаған бақаның дауысы естілді. Ешқандай сиқыр жоқ. Саңырау құлақ суды жақсы көреді. Жаңбыр жауған сайын ол үлкейеді. Сен жай ғана байқамадың. Кіря. Бәрі саңырау құлаққа қарап ойланып қалды. Басында біреуінің өзі әрең сыйып, келе-келе бірнешеуіне пана болған саңырау құлақтың сырын ұға алмай, бәрі дал болып қалды. Ал, сендер қалай ойлайсыңдар?